Теңге алу ойыны. Ойын шарты. Ойынға қатысушы балалар еденде жатқан жұмсақ маттың үстінде дене шынықтыру жаттығуын жасау арқылы ортада тұрған теңгені алуы керек. Ойын бірнеше кезеңнен тұрады. Әр кезеңде әртүрлі жаттығулар болады. Ең көп теңге жинаған ойыншы жеңімпаз атанады. Балалар, қазір біз ұпайлар санын дорба арқылы білеміз. Кәне, Патимандар, сен неше дорба жинадың? 1. Жарайсың. Ал Аяулым, сен неше дорба жинадың? 1. Тамаша. Ал келесі Степан? 1. 2. Неше дорба? 2. Бізде бұл ойында Степан жеңіске жетті. Балалар, сендерге ойын ұнады ма? Иә! Жарайсыңдар балалар.